Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Зейнетақы төлемдері 9%-ға өсті, ал жәрдемақылары 7%-ға. Ұзақ уақыт жұмыс істеп жүрген азаматтарға арнайы әлеуметтік төлем енгізілді. Бұндай қызметкерлер 55 жастан асқаннан соң оларға автоматты түрде төлем 4 көзден төленеді. Әрі көмек алу үшін зейнетақы үздіксіз 7 жыл бойы үздіксіз аударылған болуы керек. Бұл туралы еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Түркістан облысы департаменті баспасөз отырысында айтылды. 2024 жылда зейнетақының орташа мөлшері шамамен 130 теңге болды. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік министрі Светлана Жарипова айтты. 2023 жылы қазақстандықтардың орташа зейнетақы мөлшері 120 мың теңге болған еді. Министрдің айтуынша базалық зейнетақы мөлшері ұлғайып келеді. Биыл базалық зейнетақы төлемі ең төменгі күнкөріс мөлшерінің 54%-дан 60%-ға артты. Келесі жылдан бастап ең төменгі шекті 5%-ға көтереміз деді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.